Сәлеметсіздер ме? Тез кино арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз «Суыр күні» деп аталатын фантастикалық элементтері бар комедия жөнінде сөз қозғаймыз. Фильм 1993 жылы жарыққа шығып, ең үздік сценарий үшін BAFTA жүлдесін жеңіп алған. Кейіннен ақш-тың ұлттық фильмдер тізіміне енгізілді. Басты кейіпкер Фил Коннорс жаңалықтарда ауа райы болжамында жұмыс істейді. Эфир кезінде ол 2 ақпан күні Бангкокта өтетін жыл сайынғы суыр күнін мерекелеуге қатысатынын хабарлайды. Аңыз бойынша, егер дәл осы күні Фил есімді суыр оянған кезде өз көлеңкесін көрсе, барлығында тағы 6 апта қыс болады. Трансляцияның соңында Филдің ынтықаласы таусылып, банк сатуға бару ол үшін маңызды емес болады. Мерекенің түсіріліміне барар жолда Фил жаңа продюсер Ританы елеместен оператор Ларриге арнаны тастап, биылғы жылы суыр күні репортажына бару оның соңғы оқиғасы болатынын хабарлайды. Ларри Филдің бұл сапарларда неліктен күйзеліске ұшырайтынын түсінбейді. Бірақ өзін жұлдыздай сезінетін Фил өзінің мансабының болашағына алаңдайды. Өйткені суырдан сұхбат алған жігіттің теледидарда болашағы жоғы айқын. Күш-қуатты, оптимизмі таусылмайтын Рита жұмысқа, өмірге деген мұнда көзқарасты түсінбейді. Фил репортаждан кейін Ританың осы күнге мерекелік шараларды түсіргісі келетіне қарамастан өзін қаладан кететінін хабарлайды. Таңғы сағат 6:00-де оятқыш шырылдаған соң өз бөлмесінде оянған Фил таңғы асқа барады. Бүкіл қала суыр күнін асыға күтуде. Тек Фил ғана осы мерекенің айналасындағы әбігерге мәз емес. Фил автоматты түрде қонақүй менеджмент күнделікті уақытыға сөз алмасады. Кафеде де осы мекемеде жұмыс істейтін әйелмен жай ғана сөйлеседі. Әйелдің одан қаладан қашан кететінін сұрағанда Фил бүгінне қалмайтынын айтады. Кафенің қасында қайыр сұрағанға зекет ақшасын алып шыққандай кейіп танытып, ештеңе бермей өтіп кетеді. Сюжеттің түсіріліміне бара жатқанда, оны ескі танысы Нед Райерсон күтіп алады. Фил тіпті оны есіне түсіруге тырыспайды, және тітіргендіргіш әңгімелесушіден тез арылғысы келеді. Недтен құтылған Фил жол жиегіне шығып, бір аяғымен мұзды шалшыққа түсіп, жер кенішті көңіл күймен түсірілім болатын алаңға барады. Рита оны айналада болып жатқан ойын-сауықтан шабыттана қарсы алады, бірақ Филдің көңілін көтере алмайды. Фил асығыс баяндаманы жүргізеді де, онда суырдың да өз көлеңкесін көргенін айтып, көптеген түсірілімнен бас тартып кетуге асығады. Қайтар жолда штатқа жақындап келе жатқан қарлы боранның салдарынан жол жабылады. Фил оларды өткізуден бас тартқан полицеймен сөз таластырса да еш нәтиже болмайды. Фил және оның командасы банк сатуға қайтуға мәжбүр болады. Қонақ үйге келіп, ыстық су жоғының салдарынан мұздай душ қабылдаған Фил ұйқыға кетеді. Келесі күні таңертең оятқыштағы 6:00-де шырылдайды. Фил кешегі радиорепортажды естіп, радионың неліктен суыр күнін қайтадан жариялап жатқанын түсіне алмайды. Кафеге бара жатқанда, ол кешегі айтқан сөздерін қайталанған менеджерді кездестіреді. Ол оның кеудесін ұстап, мән-жайды түсіндіре талап етеді. Менеджер таңғалып, оған бүгін 2 ақпан, суыр күні деп хабарлайды. Фил абдырап, ұялып, оны жіберіп кафеге түседі. Оған бір әйел келіп, Фил бір күн бұрын естіген диалогты бастайды. Әйелдің қаладан қашан кететінін сұрағанда, Фил бүгін деп жауап береді. Бірақ бұл жолы өткендегідей 100% емес, тек 80% сенімділікпен ғана. Көшеде Фил тағы да өтіп бара жатқандардан бүгін қай күні екенін сұрайды. Адамдар оған суыр күні мерекесі деп таңырқай жауап береді. Кафенің қасында тұрған қайыршыны да дәл солай немқұрайлы айналып өтіп, бір күн бұрын көрген Недті бірден танып кездестіреді. Нед әлі де соған сағаттандыру қызметтерін ұсынады. Ал Фил болса, жағымсыз әңгімелесуден қашамын деп қайтадан мұзды шалшыққа түседі. Алаңда ол түсірілім күшін күтіп тұрған Ларри мен Ританы кездестіреді. Ритадан ол бетінен шапалақпен ұрып өтінеді. Рита оның сұрағын орындайды. Алайда бұл оның есін жимайды. Фил Ритаға проблемарын айтып бастағанда түсіру сәті келіп, олар бір күн бұрын түсірілген репортажды қайта түсіре бастайды. Сонымен болған ритуалды кезінде Фил ашуланып алаңнан кетіп қалады. Өз қонақ үй бөлмесінде ол қайтадан мұзды душ қабылдап ұйқыға кетеді. Тағы да сағат 6:00-де оятқыштан оянған Фил менеджерді, кафедегі әйелді, қайыршы мен Недті елемей шалшыққа қайта түсіп, алаңға қарай жүгіре жөнеледі. Ол Ритаға онымен сөйлесу керек екенін, олар түсірілімді аяқтағаннан кейін оны кафеде күтетінін айтады. Репортажын түсірмей, Фил Ларри мен Ританы сол жерде қалдырып кетіп қалады. Кафеде Фил Ритаға суыр күнін 2 рет бастан өткергенін мойындайды. Рита әрине оған сенбейді. Ол тіпті Филға психиатрдың көмегі қажетін айтады.
Филдың атын атай отырып, Рита қасында отырған екі адамның назарын аударады. Олар үшін аттас болғандары күлкілі болса, Филдың буған жыны ұстайды. Продюсер бұл туралы Питтсбургте сөйлесуді ұсынады, бірақ ол жерге боранның кесірінен бара алмайтынын түсінеді. Фил ауруханаға барып басын тексертеді, бірақ дәрігер ешқандай ақау жоқтығын айтып, Ритқа айтқандай оны психиатрға жібереді. Соңғы қабылдауда Фил өзінің мәселелері туралы айтады, бірақ психиатр оған көмектесе алмайды. Содан кейін Фил боулингке барып, кафеде өзін мазақ еткен екі жігітпен бірге ішеді. Өз мәселесін айтып, мас жігіттерді үйіне апарып тастайды. Сол кезде бір жігіт оның жағдайында өз қалағанды істей алуға болатынын, себебі таңертең еш салдары болмайтынын айтады. Сонда Фил өзінің қолынан бәрі келетінін түсінеді. Ол полициялардың алдында пошта жәшігін бұзып, қуудан құтылып, рельске мініп, пойызбен соқтығысуға аз қалды. Қуғын ұзаққа бармайды. Оны тез ұстайды да темір торттың артында отырғызады. Таңертең Фил қайтадан қонақ үй бөлмесінде таңғы сағат 6-да оянады. Көтеріңкі көңіл күймен оянып, бұрын жиіркенішті болған кофені ішіп, демханадағы келіншекпен әңгіме дүкен құрып, оның тағы бір күн болатынын хабарлай отырып, Фил әйелдің тура ерінен сүйіп алады. Фил бір тиын бермей, қайыр сұрған жанның жанынан өтіп кетеді. Нетті көргенде, оның бетінен бір ұрып, әп-сәтте оны есінен талдырады. Бұл жолы шалшықтан аулақ жүреді. Кафеде ол өзіне көптеген десерттерге тапсырыс береді. Кофе ішіп отырып, темекі тұтатады. Бұған Рита таң тамаша болады. Рита оны Филге ешқандай әсер етпейтін өзімшілдігі мен немқұрайлылығы үшін айыптайды. Ларри боранға түспеу үшін кетуді ұсынады, бірақ Фил өзінің қалатынын айтады. Кафеде Фил Нэнси есімді қызды кездестіреді. Ол оның қайда оқығанын және мұғалімнің аты кім екенін сұрайды. Келесі күні Фил сосы қызды алаңда кездестіріп, онымен бір мектепте оқығандай кейіп танытып, ағылшын тілін сабағында оның жанында отырғанын айтады. Нэнси айланың жетегінде кетіп, бірнеше сағаттан кейін төсегіне жатады. Бірақ Фил қызды сүйіп күтпеген жерден Ританың есімін айтады. Бұл Нэнсиге наразылық толқынын тудырады. Фил қызды тыныштандыру және қалағанын алу үшін оған ұсыныс жасайды. Өйткені ол таңертең оны күтіп тұрған ешқандай мәселе жоқ екенін біледі. Келесі әрекеті инкассатордың көлігін біраз бақылап отырып, қолма-қол ақша салынған сөмкелердің бірін оңай алып кетеді. Бір күні Фил Ритамен сөйлеседі. Ол оны кофе ішуге шақырады және онымен жақынырақ танысуға тырысады. Ол Ритадан оның адамының идеалы қандай екенін сұрап айтуын өтінеді. Фил Ритаға ұнайтын барлық ұсақ түйектерді жаттай бастайды және келесі күні ол оны қызды қызықтыру үшін пайдаланады және ол үшін идеалға айналады. Бір күні Фил Ританы бөлмесіне шақырады, бірақ оның табандылығы Ританы қорқытады. Рита Филдің күні бойы армандаған адамының ролін ойнап, оның алданғанын түсіне бастайды. Рита оның бетіне шапалақпен ұрып, бөлмесінен шығып кетеді. Келесі жолы бір күн бұрын жіберген қателіктерін түзетпек болады. Бірақ әр жолы мұның бәрі бетке тиген шапалақпен, оның жалғыз қалуымен аяқталады. Фил айналасында болып жатқан барлық нәрселерге қуанудың орнына қайғыға батады. Ритаға деген сүйіспеншілігін іс жүзінде мойындап, ол жер суырды ұрлап, көлікті теуіп кетіп, жартасқа қарай кетіп қалады. Фил мен суыр бар көлік жарылады. Бірақ таңертең ол бұрынғыдай тағы 6-да оянады. Енді Фил күн сайын өз-өзіне қол жұмсауға әрекеттенеді. Біресе су толған ваннада тостер қосып отырса, келесіде көліктің астына түседі. Үшіншіде үйдің шатырынан секіреді. Бірақ үнемі сол 2 ақпан күні қонақ үй бөлмесінде тағы 6-да оянады. Осылай Фил 6 ай бойы бір күнін қайталаумен өмір сүреді. Ол Ритаға өзінің құдай екенін айтып, оған кафеге келген барлық келушілер туралы, тіпті олар жайлы жеке ақпаратты айтып беріп дәлелдеуге тырысады. Ал Рита туралы Фил кездесулер кезінде білгенін бәрін баяндайды. Рита Филге сене бастайды. Олар таңға дейін екеуі бірге болу керек деп шешеді. Әңгіме барысында Филдің бәріне де қорқатыны, Ританың таңертең ештеңе есіне алмайтынын айтады. Төсекте жалғыз оянған Фил орнынан тұрып алаңға шығып, қайыршыға садақа беріп, жолда әріптестеріне кофе мен тоқаш алады. Фил бәрі үшін күтпеген жерден сыпайы бола бастайды. Фил басқаларға көмектесу арқылы өмірдің жаңа мағынасына игере бастайды. Фортепианода ойнауды үйренеді. Муз блоктарынан әртүрлі пішіндер жасайды. Француз тілін үйренеді. Бір күні Фил түнде көшеде келе жатып, қайыр сұраған адамның есінен танып қала бастағанын көріп, оны ауруханаға апарады. Бірақ өкінішке орай, бұл адам қайтыс болады. Осыдан кейін Фил келесі күні қайыр сұрағанын көріп кафеге апарады, тамақтандырады.
осы кісімен бірге уақыт өткізеді. Бірақ соған қарамастан ол қайтадан өледі. Фил қазір бұрынғыдан мүлде басқа өмір сүреді. Бұдан былай ол адамдарға қызмет етеді. Фил әрқашан бір уақытта бала құлаған ағаштан жанына келіп, оны ұстап алады. Егде жастағы ханымдарға дөңгелекті ауыстыруға көмектеседі. Мейрамханада тұншығып қалған адамды құтқарады. Сор күні кешінде ол фортепианода ойнап отырады. Бұл Ританы таң қалдырады. Ритамен билеп жатқанда, оның күндізгі уақытта көмектескен адамдары оған шексіз ризашылықпен жақындайды. Фил қатысқан бойдақтар қайырымдылық аукционы басталады. Рита Филді қалтасында барлық ақшаға сатып алады. Олар тамаша кешті бірге өткізеді. Рита түнімен Филмен бірге қалады. Таңғы сағат 6-да оятқыш соғылады. Бірақ Фил оны өшіруге ұмтылғанда Ританың төмені басқан қолын көреді. Фил Ританың қасында екенін және көптен күткен ертеңгі күнін келгенін түсінеді. Фил Ритадан Панксатонда мәңгі қалуын сұрайды. Егер бұл бейне сіздің көңіліңізден шықса, лайкты басып, осы арнаға жазылыңыз. Және де келесі бейнені тамашалауды ұмытпаңыз.